55-ші есепті шығарайық. Бізде 55-ші есептің берілгені теңсіздікті тура теңсіздікке айналдыратын ең үлкен бүтін сан табыңдар дейді. Ондай болса бүтін сан табайық. Біріншісін шығарайық. Біріншісі x минус 2 квадраты. Келесі жақша x минус 7 кіші не тең 0-ден дейді. Арғайсын 0-ге теңестіреміз. Мына жақша 0-ге теңестірсек x минус 2 тең 0, x тең минус 2-ні оң жаққа апарамыз, плюс 2 болады. x минус 7 тең 0, минус 7-ні жаққа апарамыз, сода x тең 7 болады. 2 нүкте 2 және 7. Немесе тең дегені бар. Үшін бояймыз. Аралыққа бөлеміз. Енді әр аралықтың таңбасын анықтаймыз. Мына жерде қандай сан бар? Мысалы, кез келген 2-ның алдында 1 деген сан бар. Осы 1 дегенді x-ның орнына қойық. 1 минус 2 квадрат дейді. Көбейту 1 минус 7. Мынау квадраттан әрқашан 10 таңба шығады. Көбейтілген 1 минус 7-ден теріс таңба шығады. 10 мен теріс көбейттен теріс таңба шығады. Мына жер бізде теріс болады. Мына жерде бір кез келген 3 деген санды алайық. Сонда 3 азайтылған 2 квадрат көбейтілген 3 азайтылған 7. Квадраттан 10 таңба шығады. Көбейтілген, мына жерде минус таңба шығады. Бұл да минус болады. 7-ден кейін мына жерде бір 8 деген санды алайық. Сонда 8 азайтылған 2-ның квадраты көбейтілген 8 азайтылған 7. Квадраттан 10 таңба шығады. Көбейтілген 8-ден 7-ні алсақ 10 таңба шығып тұр. Яғни 10 таңба болады. Мына жер бізде 10 таңба. Енді бізге айтып тұр, не деп тұр? Ең үлкен бүтін сан. Ең үлкен бүтін сан дейді. Кіші десе, кіші мынау аралықтағымызда. Минус. 2 де кіреді, 7 де кіреді. Яғни мына жерден бастап, мынау аралықтың барлығы кіреді деген сөз. Онда ең үлкені бізде мына 7-ның өзі болады. Жалпы мынандай аралық болып тұр, бізге керегі. Минус шексіздіктен 7-ге дейінгі аралық болып тұр. Осының ең үлкені ол 7 болып тұр. Жауабы 7 болады. Келесі екіншісін шығарайық. Екіншісінің берілгені x қосу 4, x азайтылған 5 квадраты кіші 0-ден дейді. Енді жеке 0-ге теңестірсек, мына жерде x тең минус 4 болады. Мына жерде x тең 5 болады. Және осыны сызсақ, 2 нүктеге ол қатаң, немесе тең деген жоқ, сондықтан боямаймыз. Бұл нүктелер кірмейді. Минус 4 пен 5. Мына аралықты бөлеміз. Арасында таңбаларын анықтаймыз. Минус 4-дің алдында мына жерде минус 5 деген бар. Осыны қоямыз. Минус 5 плюс 4 көбейту минус 5-ның квадраты. Тең. Мына алдыңғыдан минус таңба шығады. Көбейтілген квадратына квадрат. Жалпы квадраттан әрқашан 10 таңба шығады. Сонда мына жер минус болады. Мына аралық бізде минус. Келесі минус 4 пен 5-дің арасында 1 деген сан бар. 1-ді қойық. 1 қосу 4. 1 минус 5 квадрат. Мына бізде 10 таңба шығады. Мынадан квадраттан 10 таңба шығады әрқашанда. Демек 10. Мына жер 10 таңба. 5-тен кейін 6-ны көрейік. 6 қосу 4.
және 6 азайту 5 квадрат. 10 таңба квадраттан 10 таңба. Яғни 10 таңба шығады. Мына жер 10 таңба. Бізге керегі кіші, 0-ден кіші. Яғни мынау аралық керек. Мынау аралық керек. Минус шексіздіктен минус 4-ке дейінгі аралық керек. Минус 4 кірмейді, сондықтан осы минус 4-дің алдындағы ең үлкені ол бізде мына жерде минус 5 деген нүкте бар. Минус 5 деген нүкте жауап болады. Мына жерде кірмейтін аралықта мына жерде минус 3 бар. Минус 3, минус 2, мына жерде минус 3, одан кейін минус 4, мына жерде минус 5 бар. Осы кіретіні минус 5 болады. Үшіншінің белгілені жақшаның ішінде x квадрат қосылған 14x қосу 13. Екінші жақшамыз x минус 10 кіші не тең 0-ден. Мынаны 0-ге теңестірсек x тең 10-ға болады. Мынаны 0-ге теңестірсек бірдестен дискриминантын таба берейік. Дискриминант бізде 169 минус 14 4 көбейтілген 13 52 144 ол деген 12-ның квадраты. X 1 2. Так, минус 14 плюс минус 12 бөлінген 2. Біріншісіне минус 12 плюс 10, минус 14 плюс 12. Минус 2 бөлінген 2 тең минус 1 болады. Екіншісінде минус 14 минус 12 минус 26 бөлінген 2 минус 13 болады. Сон 1 нүкте, 2 нүкте, 3 нүкте. Және мынау біріншісі бізде екі жақшаға, x плюс 1, x плюс 13, 13, одан кейін x минус 10. Міне осылай болады. 1, 2, 3 нүкте. Қатаң емес. Нүктелер ойылады деген сөз. Ең кішкентай минус 13, одан кейін минус 1, одан кейін 10. Осындай 3 аралыққа бөледі дейді, 4 аралыққа. Енді мына жерде минус 14 дегенді алсақ, минус 14 қосылған 1 бірінші жақша. Тексереміз аралықты. Минус 14 қосу 13 екінші жақшаға. Үшінші жақшаның x норма минус 13 қойсақ, минус 13 минус 10 тең. Мына бірінші жақшадан бізде минус шығады, көбейтілген. Екінші жақшадан минус шығады, көбейтілген. Үшінші жақшадан минус. Минусты минусқа көбейтсек плюс, плюсты минусқа көбейтсек минус. Аралық минус. Минус 13 пен минус 1-дің арасында минус 2 дегенді қойып, x норма қойып. Минус 2 плюс 1, минус 2 плюс 13, минус 2 минус 10. Мына жерде минус, көбейту, мына жер плюс, көбейту, мына жер минус. Минусты плюсқа көбейтсек минус, минусты минусқа көбейтсек плюс. Аралық плюс болды. Келесі 10 минус 1-дің алдында, минус 1-ден кейін 0 бар ғой. 0-ды қойып көрейікші. 0-ды қойсақ, мына жерге 0-ды қойсақ 1,
Көбейту ана жерге 0-ды қойсақ 13. Көбейту ана жерге 0-ды қойсақ -10. Мына екеуі плюс, мына -10-ды көбейтсек минус болады. Мына жер минус. Енді мына жерге 11-ді қойып көрейік. 11 қосу 1. 11 қосу 13. 11 азайтылуы 10. Мына жер плюс болады, мына жерден де плюс болады, яғни бәрі плюс болады. Сонда бізге керегі 0-ден кіші аралық деп тұр. 0-ден кіші аралық ол мынау аралық және мынау аралық. Осы екі аралықтың ең үлкен нүктесі ол бізде мына 10 деген. Себебі мына кіші аралық керек емес бізде, я? Кіші жағы керек емес, ең үлкен нүктесін тап деп тұр. Ең үлкен бүтін нүктесі ол бізде 10 кіретін болғаннан 10-ның өзі жатады. Яғни жауабы бұл жерде 10. Келесі 4-ші есепті шығарайық. 55-тің 4-шісі жазайық. -7 x квадрат -6 x қосу 1. Бірінші жақша. Екінші жақша. x -5 үлкен неттен 0-ден дейді. Мына 0-ге теңестіреміз. -7 x квадрат -6 x қосу 1 тең 0-ге. Дискриминант табамыз. 36 -4 көбейтілген -7 көбейтілген 1. Енді мына жерде 36-ны қосамыз. 4-ке 28 28. 14, 50, 64. 64 деген 8 квадраты. Мына жерде мынаны 0-ге теңестірсек, x тең 5-ке болады. Бірінші нүктесі. Енді мына жерден x1, 2-ні табамыз. Бұл жерде -6 +6 +-8 2 көбейтілген -7 тең 6-ға 8-ді қоссақ 14, 10-ны бөлсек -14-ке тең -1. Екінші нүктеміз. Енді 6-дан 8-ді алсақ -2, -14-ке бөлсек және қысқартып тастасақ +1 бөлінген 7 болады. Енді бұны екі жақшаға не істейік? Формула бойынша ax минус x1 x минус x2 деген формула бойынша қояйық. Амыз бізде -7-ге тең. -7 x1-іміз бізде -1 +1 болады. x2-іміз 7-ден 1, x минус 7-ден 1. Келесі бізде x -5. Үлкен неттен 0-ден. Енді мынаның бәрін бөліп тастасақ, -1-ге. Онда 7 x плюс 1 x минус 7-ден 1 кейін x минус 5 кіші неттен 0-ден. Біздегі нүктелерді белгілейміз. Так, 1, 2, 3 нүкте. 1, 2, 3 нүкте. -1, 7-ден 1 және 5.
Енді орнына қояйық. Аралықтарды бөлейік. 4 аралыққа бөлінеді. -1-дің алдындағы -2-ні қояйық. -2-ні қояйық. 7 көбейтілген x-ның орнына -2 қоямыз. -2 мына жердегі, қосу 1 көбейтілген -2 -7-тен 1 көбейтілген -2 -5. Мына жерде бізде мынау плюс 7 дегеніміз плюс қой. Көбейтілген мына жерде минус шығады. Көбейтілген мына жерде минус шығады. Көбейтілген мына жерде минус шығады. Плюсты минусқа көбейтсек минус, минусты минусқа көбейтсек плюс, плюсты минусқа көбейтсек минус. Мына жерде минус болады. Сонда минус, плюс, минус, плюс. Енді бізге 0-ден кіші аралық керек. Онда мынау аралық керек және мынау аралық керек. Ең үлкен нүктесі, оны бізде 5 болады. Жауабы 5 болады.